Сәлеметсіңдер ме балалар? 4-ші сынып әдебиеттік оқу 31-ші сабақ ұлттық ойындарымыз. Сөйлеу барысында ым-ишара қимылды пайдаланамын. Көрнекіліктерді таныстырылымды қолданамын. Шығармашылық жұмыс жасап үйренемін. Есіңе түсір. Суреттегі ойын атаулыларын атаңдар. Қай ұлттық ойындарын спорттық жарыс өткізіледі? Балалар, бірінші суретте күрес, екінші суретте көкпар, ал үшінші суретте бес тас. Демек, балалар, спорттық жарыс ол бізде күрес және көкпар ойындары. Келесі тапсырма. Бірлесіп орында ойын ережесімен танысып, екі топ болып ойнап көріңдер. Орамал тастау екінші түрі. Қатысушылар екі топқа бөлінеді. Арасы бірінен бірі 10 адымдай жерде белгіленген екі сызықтың бойына қарама-қарсы тұрады. Жүргізуші орамалды бірінші топтың шеткі ойыншысына ұстатады. Ол орамалды қарсы беттегі ойыншының бетіне қарай лақтырып жібереді де «қа» деп дауыстайды. Қарсылас ойыншы орамалды қағып алып «ғаз» дейді де немесе «ла» дейді. Сонда екеуінің айтқандарынан бір сөз шығады. Ойынның шарты бойынша айтылған сөз екі буыннан аспауы керек. Орамалды қағып алған ойыншы тиісті сөзді айта алмай қалса, ортаға шығып өнер көрсетеді. Содан соң орамалды қарсы жаққа лақтырып, жұмбақ сөздің бірінші буынын дауыстайды. Осылайша ойын жалғаса береді. Келесі орында үшінші тапсырма. Ойын шартын түсініп оқып, таныстырылым жасаңдар. Хан. Ойнаушылардың санына шек қойылмайды. Қатысушылар өзара келісім бойынша әрқайсысы 5 немесе 10-нан асық шығарады. Хан. Асық қызылға боялған. Кезекпен барлық асықты жинап алып, қос қолдап, шашып тастап отырады. Кейде хан көп асықтың астына басылып көрінбей қалуы мүмкін. Мұндайда асықты иіруші ханды қара басты деп жариялайды. Сол сәтте ойыншылар асықтарды бас салып талап алады. Ал егер хан бөлек ашық жатса, иірген бала ханмен басқа асықты ата бастайды. Мысалы, хан бүк түссе, онда ханмен бүк жатқан асықты, шік түссе, шік жатқан асықты ату керек. Ойын осылайша жалғаса береді. Ойынның шарты бойынша ханмен асықты атқан кезде басқа асықтарды қозғауға болмайды. Сөйтіп, кезек алған ойыншы ойын шартын бұзғанға дейін немесе ханмен ататын асық таусылғанға дейін атып, ұтқан асықтарын жинап алады. Ортаға салынған асықтар таусылған соң ойнаушылар қайтадан асықтарын шығарып ойынды жалғастырады. Бұл ойын ептілік пен шапшаңдықты, байқағыштықты қажет етеді. Авторы Әлібек Файзоллаұлы. Келесі пікіріңді айт. 4-ші жаттығу. Асық ойнап көрдің бе? Иә, бала кезде барлығымыз асық ойнап көруіміз қажет. 5-ші. Хан ойыны ертедегі ұлттық ойын екенін қалай дәлелдер едің дейді. Хан ойыны, балалар, ертедегі ұлттық ойын екені өзінің аты айтып тұр. Себебі қазір хан деген сөз қолданыста жоқ. Асық ойыны ұлттық ойындарымыздың бірі болып табылады. Сондықтан да бұл ойын ұлттық ертедегі ойын болып табылады. 6-шы тапсырма. Қазіргі кезде не себепті асық ойындары сирек ойналады? Себебін түсіндір дейді. Олар қазіргі уақытта да асық ойындары сирек ойнауға болады. Бірақ қазіргі уақытта көбі байланыс құралдары арқылы телефонмен, теледидармен, компьютерлік түрлі ойындардың әсерінен асық ойындарына көп мән берілмейді. Қазіргі уақытта да асық ойындары өте пайдалы. Сондықтан да асық ойындарын ойнауға кеңес берер едім. Келесі 7-ші тапсырма. Иіру, ату, көздеуді ым-ишара қимылмен көрсет. Келесі тапсырма. Білгенге маржан. Асық атаулары. Есте сақтайық, балалар. 1-ші сақа,
Ұсақ асықтарды ату үшін таңдалған қорғасын құйылған салмақты ірі асық. Топай – сиырдың асығы. Кеней – ұпайға тігілген кішкентай асық. Ешкімер – ешкінің асығы. Қойлақ – қойдың асығы. Балалар, енді суретке назар аударайық. Асықтың түсуіне қарай атауы: алшы, тәйке, шік, бүк, оңқа, шоңқа деп асықтың түрлеріне қарай бөлінеді. Асық ойынның атаулары: омпы, үштабан, хан, бүк, қақпақыл, шік. Осыны есте сақтап алайық балалар. Келесі отбасындағы үлкендермен ойнаған ойындары туралы сұхбат алып, кесте түрінде жаз дейді. Ойын атауы: бес тас. Ойын құралдары: тас. Ойын ережесі: 5 тас таңдап алынады. Жерге шашып, біреуін жоғары атқанда жердегі асықты алып қоса қағу керек. Ойынды кім ойнаған? Ағам достарымен. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сабағы ұнаса видеоға лайк басып, достарыңа таратуды ұмытпа. Және де каналға тіркелуді ұмытпаңдар достар. Келесі жаңа сабақта көріскенше сау болыңдар.